Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендермен әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Менің аты-жөнім Тюмебекова Алма. Номер 31-ші Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің мұғалімі боламын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы төрт түсті жер үсті. Сабаққа негізделген оқу мақсатымыз шығарманы іште көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып оқу, талдау жасап оқу, сын тұрғысынан бағалап оқу. Балалар, қанекей сабағымызды бастамас бұрын шаттық шеңберін құрайық. Екі көз не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі құлақ не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Екі қол не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Екі аяқ не үшін қажет? Шетте жүрсең, туған жерге жету үшін. Ал басың не үшін керек? Бәрін ойлау үшін. Балалар, айта қойыңдаршы, бүгінгі сабақ не туралы болмақ? Оны білу үшін мен сендерге жұмбақ жасырайын. Сендер сол жұмбақтың жауабын тауып көріңдер. Ақ түсті, көк түсті, от түсті, тот түсті, төрт түсті, жер үсті. Қалай ойлайсыңдар, бұл жұмбақтың жауабы қандай? Әрине, бұл жылдың төрт мезгілі. Көктем, жаз, күз және қыс. Осындай жыл мезгілдеріне бірнеше туынды жазған жазушылардың бірі Мақсұт Неталиев атамыз екен. Мақсұт Неталиев 1934 жылы 9 наурызда Атырау облысының Исатай ауылында қарасты Бегайдар ауылында дүниеге келген екен. Алғашқы кітабы «Жылайды гүлдер» деген атпен 1966 жылы шыққан. Балаларға арнап кептер мен дән, көктем, күз суреті және тағы басқа өлеңдерін арнап жазған екен. Еңбектегі ерлігі үшін еңбек ардагері медальдарымен және Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат Министрлігінің мәдениет қайраткері белгісімен марапатталған екен. Балалар, ал енді осы 4 жыл мезгіліне байланысты әңгіме құрастырып көрейік. Мына суретке назар аударыңдар. Бұл суретте қай жыл мезгілін көріп тұрсыңдар? Бұл жаз. Жаз ыстық мезгіл. Жаздың күні жан-жануар атаулы қыстың қамын жасайды. Жеміс-жидек, көкөністер өсіп, балалар көшеде асыр сала ойнайды. Келесі суретімізді көрейік. Бұл суретте қай мезгіл бейнеленген? Әрине, күз. Күз айнала сұрланған мезгіл. Күзде күн енді салқындап, құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Адамдар да күзде қысқа дайындық жасайды екен. Келесі мезгіліміз суретке мұқият қарайық. Қай мезгіл? Иә, бұл қыс мезгілі. Қыс суық мезгіл. Қыста қар жауып, аяз болады. Қыстың күні бүкіл табиғат атаулы терең ұйқыға кетеді. Және соңғы мезгіліміз бізде
көктем мезгілі екен. Көктем егін алқаптары үшін ең қолайлы мезгіл. Көктемде диқаншылар егін егіп жатады. Себебі бұл мезгілде жауын көп жауып, айнала жасыл түске енеді. Ал енді сендерге шығармашылық жұмыс. Табиғат құбылысының бір түріне шартты белгі ойлап тауып, суретін салайық. Ізден, сұра, зертте. Оқулықта берілген атасының Шырайлымға айтқан сөзінен негізгі ойды тауып оқиық. Үзіндіні мұқият тыңдайық. Жаратылыс жұмбағы. Атырауда мұнайлы бір қыз болды шырайлы. Білмей тұғын нәрсесін атасынан сұрайды. Ата, деді шырайлы, тағы бір сөз сұраймын. Саябаққа барғанда қараймын жас талдарға. Сыбырлайды жапырақ. Оларда да жан бар ма? Орынды бұл сұрағың, ойыңды әбден ұғамын. Адамнан еш аумайды табиғаттың өзі де. Даласы бар, тауы бар, бақшасы мен бауы бар. Жапырағы жайқалған жасыл орман тағы бар. Қысы жазы жауатын жаңбыры бар, қары бар. Бәрінің де жаны бар. Не қажеттің бәрі де табиғаттан табылар. Көресің бе күн, айды, ол да тірі сыңайлы. Кіндігі оның жер ана тіршілікті құрайды. Адамға ұқсас мінезі, ол да өзінше күледі, ол да өзінше жылайды. Не сұрасаң береді, ол да сенен сұрайды. Табиғаттың тәртібі кім-кімге де ұнайды. Кей қылығың жақпаса, ол да сені сынайды. Ашуланса кенеттен, бұзып шығып бөгеттен. Тасқын болып құлайды. Енді қызым ұқтың ба? Деп атасы сұрайды. Осы үзіндіге байланысты шығармашылық жұмысты орындаймыз. Балалар, осыменен біздің жаңа сабағымыз аяқталғалы отыр. Сабақ сендерге қаншалықты ұнады, қаншалықты түсінікті болды. Сол жайында кері байланыс жасап өтейік. Ол үшін мен сендерге білім сандығы деп аталатын тапсырма дайындап келдім. Қарап отырғандарыңдай, алдарыңда 3 түрлі сандық берілген. Сары, көк және қызыл. Егер сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды дейтін болсаңдар, сары сандықты таңдаймыз. Егер сабақты жай ғана жақсы түсіндім дейтін болсаңдар, көк сандықты таңдаймыз. Ал егер тақырып бойынша әлі де ізденуім керек дейтін болсаңдар, қызыл сандықты таңдайсыңдар. Ал енді үй тапсырмасына өзіңнің ең жақсы көретін жыл мезгілің жайында әңгіме құрастырып жазып кел. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.